Армысыздар. Қазір айтсам енді көбі өкпелеуі мүмкін, қапа болып. Неге үйтіп айтасың, олай емес, бұлай емес деп. Бірақ мен өмірімде қанша байқап келе жатырмын. 100% соған өз сөзіме жауап берем. Абаля, қызмет алайын десем, қазақша жауап береді. Сөйтіп толық ақпарат алып, толық мағлұмат алып, сұрақ қойып не істесең, бірдеме, шірдеме, мекен-жай жібер десең, қазір келес па, одан кейін келес па, қазір түскі ас еді, бір жақта едім, шірбәле едім, түсіп жатырмын, сиіп жатырмын, жыным ұстайды да сондай кезде. Не үшін онда қызмет жасап отыр біздің қазақта? Ол қазақ десе өзің етеді. Ал енді өзге болып болмаса орыс тақылет сондай, мысалы сол енді жыным ұстайды, қазір соны айтсам. Сондай бөтен тілде, бөтен несінде айтып отырғандар кәдімгідей әкел. Бүкіл жаңағындай ақпарат болсын, бүкіл жаңағындай мағлұмат болсын, қандай керек не, мекен-жайын жіберіп, картасын жіберіп, міне келе қал деп бетіңнен сүйіп, шайын құйып, арқаңнан қағып, конфет неңді сумкаңа салып жіберіп, қызметін жасап, сол кезде жыным ұстайды да. Сол үшін қазақ шама қалай ана тілде сол үшін қызмет дамымайды деп ойлаймын. Өйткені біздің сондай алар, білмеймін енді. Не деп айтуға болады, ондай ырбиған, өңкей махмадана, өңкей бір сондайлар. Кәдімгі құтын қашыратшы. Ешкім олармен саудада істегісі келмейді, әсіресе мен. Содан кейін айтады, не бір көкелеріміз шығады, сонкен пәле миллионға орын сатып алғандар. Ой, неме жаңағындай қазақша жауап бермейді, қазақша қызмет көрсетпейді деп. Қазақша қызмет көрсеткісі ешкім келмейді мысалға, сондай адамдардан кейін. Өйткені бізде тәрбие жоқ, мәдениет жоқ, этика, эстетика жоқ. Білмеймін, жыным ұстап келе жатыр соны.